Әдеби деректі әңгіме. Орта бойлы бидай өңді толықша денелі, осы жанды жұрт жындабен деп атайтын. Құс келер, құс қайтар мезгілде сырқат қысып көтерілмесе де, бұлайғы тұста бейберекет шалыққа бой алдырмаса да, неге бұлай жанамалағанын түсінуге жалаң аяқ күн кешкен, бала біткеннің шамасы жетпеуші еді. Біз бір ғана нәрсені жанымызға медет тұтатынбыз. Әбекең сонадайдан бой көрсетсе, ес түсіміз қалмай жанына жетуге асығатынымыз белгілі-тін. Қалтасына жасырып жүретін кәмпит не қант түйірлерін басқалардың бұрын қамтық қалмаққа жанталасқан түріміз болды. «Ассалаумағалейкум» деп қос қолдап сәлем бергенімізде, ол танымаған сияқты бетімізге бажырая қарап тұрып, «Әй, осы сені байға тиді деп естідім бе? Бағың ашылсын» дейді, басын бір жағына әнтек қисайтып шегір көзін сығырайта. «Жік жапар боламыз. Ата, мені танымадыңыз ба? Мен олмын ғой. Ұлдар күйеуге шығушы ме еді? Әйел алады да». «Ах, солай ма?» Кәдімгідей аддырайды. «Солай екен ау, үлкен кісілер әсте ұмытшақ келеді» деп отыратын баяғының қариялары. Ендеше мен де қартаяйын деген екен мінақ. Үлкен кісіні жөнге салғанымызға кәдімгідей марқаямыз. Сөйтпенімен бұдан бұлайда біліп жүргеніңіз дұрыс. Әйтпесе жұрттан ұятты дейміз мардымсый. Ол дегбірсізден еді. «Әлбетте айналайын, әлбетте». Дегенмен келесі кездесуімізде мұны айтқандарымыздың бәрін есінен шығарып тастап, әлгі сұрағын алдымызға қайтадан тартады. Ұлдарға ғана сөйтеді. Қыз балаға ботам, жарығым деп жаны қалмай үзіліп тұрғаны. Осылай еркелей жүріп те Әбекеңнен жасқанатынымызды мойындауға тиістіміз. Қорқамыз десек біреулер сенсе, енді біреулер сенбесте. Әйткенмен шындық осы. Әсіресе бас терісін бір уысқып жинап алып, тыныссыз отыратыны үрей шақырады. Мұндайда бет аузының суреті мүлдем жоғалып, орында қатпарланған қыртыс қана қалады. Сонсын жүрегің шайлықпай қайтсын. Мынаны көргенде талай баланың бақыра жылап үйлеріне қарай қашқанын білемін. Көрші тұрдық. Аудан орталығын түстігінен айналып өтетін Сарысу өзені мен үйімізді бір ғана көше бөліп жатты. Жеке меншік мал арғы жағада жайылады. Бұл қызыл су жүріп, артынан өзен тасығаннан кейінгі қарбаласқа сеп. Жоқ қарау деген бір әуре тұрғындарды ығырылады. Далада бұзаулап қалған сиырлар мен қоздаған қойларды іздеп, сарсаңға түскендер жаяу жалпылай шұбар арасын, шилеуіт тұстарды кезіп жүргені. Осындайда таймінгендердің бәсі жоғарыда. Жоғының түртісі мен ел таңбасын айтқандар ендігі үмітін тайлыға жүктеп, солардың тілеуін тілеуіден аспайды. Бала біткенніңге тіршіліктегінің бәрі ермек қой. Біреудің жоғын біреу өлең айтып жүріп іздейтіннің керін келтіре біз тай жарыспен өзімізше тақым тартысқа қанған шамада арғы берген шамалауға көңіл аударамыз. Сондайда сонадайдан бір аттылы атын сипай қамшылап келе жатады. Жануардың есікпен төрдей тұрқына, ердегі жолаушының салмағын үзеңке сала бір жағына қисая отырысына қарап, мына адамның Әбекең екенін бірден танимыз. Танимыз да жолын тосамыз. Білеміз, елді мекеннен 4-5, әлде 5-6 шақырым жердегі жел мен жаңбырдан сол кездің өзінде мүжіле бастаған Өтекең тамы дейтін бейіттен әрідегі қырға шығады да, онда біраз бөгіліп артынан керіге оралады. Бар бітіретін шаруасы сол. Неге бүйтеді? Оған жауабымыз жоқ. Бұл жолда әдеттегі дағдысынан жаңылмады. Әркестір кесерген бізге зейін салмастан қыр басына жеткенде, алыстан көрінген Иманақ тауына үздіге қарай тұрып, бір әнді бастап ала жөнелді. Құс болсаң жібектен бау тағар едім, күмістен торыңды шабар едім, мойныңа сар алтыннан алқа тағып, қолға алып сылап-сылап бағар едім. Салайын мен әніме қара торғай, лилә-ләку лиләй-ләу-ләу, халә-ләку ләй-лиләй, чик-чик-чик-чик, чик-чик-чик. Ғажап, тұнық ауаға көтерілген, жіңішкелеу ашық дауыс жан жүрегіңді елжіретеді. Ал оның соғын алған шиқылдаған құс үні табиғилығымен еліктіреді. Чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик. Мынау нағыз қара торғайдың шиқылы ғой. Неткен керемет қайталау.
Егер әншіні көрмей білмей тұрсаң, жадағай қыр басында адасқан не қылған құс деп таңдануың әбден мүмкін. Бірақ біз құстың жоғын, құс тектес үні келіскен адамның барын өз көзімізбен көріп тұрмыз. Ендеше ғажапқа тамсанудан басқа амалымыз қалмағанына иланыңыздар. Тамсана жүріп арада біраз жылдар өткенде, үкілі ыбырайдың әніне құстың дауысы неге қыстырылғанын сұрағанымда, әбекең күлген. Күлген де сол жолы тарылмай сырын ашқан. Шырағым, бұрында қазақ даласы ұят деген қасиетке тұнып тұрған. Қыз бен жігіттің ашық-шашық жүргені өліммен тең деп бағаланған. Сондықтан қызды ауылда жағалаған жігіт сүйгеніне хабар жеткізу үшін құстың, жан-жануардың дыбыстарын айнытпай сала білген. Мұны түсінген дыбыс ерекшелігінен кімнің келгенін дөп таныған бойжеткен кездесуге үлкендердің көзін ала бере жасырын шығып тұрған. Ендеше Қараторғай әніндегі құс шиқылы жігіттің қызға жолдаған сәлемдемесі деп білген жөн. Жарықтық осылай деп еді. Содан әріде жастық есіне түсті ме, терең күрсініп қалған. Мұра күрсініс ақсақалдың өтіп кеткен өмірге сағынышы басым екенін көрсететін еді. Жындабенді тереңдеп тану үшін қазақтың бір туары Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романын оқыған ләзім. Сондағы бір көріністі жадымызға ұстауға тиістіміз. Жазушымен бірге қызды ауылға кетіп бара жатып, қыр басында ұйықтап қалатын жігіт бар емес пе? Сол жігітіңіз осы кісі. Сәкеннен 3 жас кіші болғандықтан өзін іні тұтқан және ағасын қамқорлығын көп көрген жан. 1937 жылы Сейфуллин халық жауы деген жаламен ұсталғанда әбен де түрме азабын бір кісідей тартқанды. Міне сонда оны өлімнен құтқарып қалған амал, асқан шыдамдылығы мен сайқымазақтық қабілетінің шексіздігі еді. Өздеріңіз ойлай беріңіздер, тергеуші алдында үнемі есі кірерлі шығарылы бір мүскін отырады. Таяқ тисе қыңқ етпестен көтереді. Сұраққа жауап қайырғанда жынды адамның сөзін сөйлеуден танбайды. Қып-қызыл қанға бөгіп жатып та ыңырсып, өлең айтқанды қайдан көргенсіз? Әбен айталды. Айтпақ тұрмақ зорлана күлгені, соққыдан әбден тұралаған денесін тас еденге сүйрелей есікке қарай сырғаны, міне, мұның барлығы оның бостандық пен еркіндікке құштарлығынан болатын. Ол қарауылдар қол аяғынан көтеріп алып барып, бұралқиттей лақтырып тастаған тас камерада да өзін ұстай алды. Есін жиған сәттерінде сандырақтаған болып адам түсінбес бірдеңелерді былдырлап жатты. Бұларды не үшін кімге айтатын ұқпаса да, әйтеуір күші сарқылғанша оттаудай-ақ оттап бақты. Бәлкім ізін жасыруға деген ниеті, бәлкім өзін-өз қайрағаны, мүмкін жан азабын жеңілдетуге жасаған амалы, әйтеуір демеуді тілден тапқан анық. Соңғы дереу жадынан шығар емес. Мынауың жан жоқ бір мүскіннің нағыз өзі. Сенбесеңіз өзіңіз қарап көріңіз деген негізгі тергеуші бұрындары бұл көрмеген әсери киімдерге мұны таныстыра. Азаптаудың небір түрін қолдандық, жағашар сыңайы жоқ. Соған қарағанда шынында да біз түбегейлеген қара істен аулақ тұрса керек. Егер бұған жасағанымыздың жартысын өткерсе басқалар сайрап шыға келер еді. Мынауың тілін жұтып қойған бір бәле. Әскери киімдегі адам тұтқыннан жеркенгендей қолына жұқа биялай кие, әбеннің шашынан ұстады да басын артқа қарай қайыра беріп қалт бөгелді. Мынауың шынында да тірі жанға ұқсамайды ғой. Кеудесінде жаны болса болар, басқасының бәрін жаншып тастағанбыз. Анау басын шайқады. Бұл өзі негізгі айыпталушыға жата ма, әлде көпке ілескен бір пенде ғана ма? Дүрмектің арасындағы байқұс қой. Ана Сейфуллиннің ауылдасы екен. Сонсын қамалған. Сәкеннің жерлесі деймісің? Оның да ендігі тағдыры шешіліп қойған. Бүгін бе ертең бе көп өтпей ол атылады. Сонда мынаны айтпекпіз, әлде мұны да тыр айта саламыз ба? Бір оқты босқа шығындап қайтесің. Одан да атылғандарды қаладан шығарып көнбейміз бе? Сондайда мынаны да мүрделердің арасымен алып барып, бір шұңқырға тастай сал. Тірідей көмісі өз қырсықтығынан көрсін. Тек құжаттарды сауатты толтыр. Қалғанын өзім реттеймін. Келістік пе? Мынауыңыз дұрыс ақыл екен. Байқұс түрдей көрге кірсе басқаларға сабақ.
Сонда зиянкестердің бұдан былай да үкіметке зияны тимес. Тимегені ғой, әбен өмір бойы тілін тістеп өтті. Басқа түгілі ет жақынға сырын ашпағаны ешкімге сенбегенінен. Сәкен арыс өз қолымен құрысып, соның игілік үшін қызмет еткен кеңес үкіметі осыншама еңбегі сіңген адамды құрбандыққа байлағанда, әбен кім? Шыбынша қағып, немесе жаншып тастар. Күндердің күнінде әскери адам айтқандай, бірнеше жансыз денені қорабына тиеген жүк машинасы қаладан былайырақ шықты да, бір ойпанға жеткенде мүрделерді лақтырып тастай салды. Сонсын кетпен қайла күректерін қамдаған, жол бойы ауыздар арақтан босамаған 3-4 адам өзара шүйіркелесіп біраз тұрып, ақырында бір байламға келгендей, бастықтарынан көз байланып кеткенін сылтау етіп, мыналарды көмуді ертеңге қалдыруын сұрады. Сөйтіп әбеннің өмір кешеп тұруына мүмкіндік жасады. Түн қараңғылығын жамылған әбен сүрініп қабынып, тіпті жер бауырлай жорғалап мына тұстан әжептәуір ұзағанда өзінің шын тозақтан аман шыққанына сенбеген болатын. Айдаладағы бір дүбірді құшақтай, ағылда тегіл жылағанын сірәді ұмытпас. Жылап жатып өліктермен бірге машина қорабында тербелген сәтін есіне алғанда жүрегі тітіркенген. Санасын сандаған бейшіктер осып-осып тастаған. Шынтуайтында бұдан былайғы тұста әбенді тұйықтаған ажал камерасы емес, мына соңғы жағдайтын. Мұп-мұздай мүрделер, соқталай азамат санасының тілім-тілімін шығарып, өзін шыңырауға итеріп тастағанда еді. Нәтижесінде сынбастай берік тұрпаттың орнына әр неден секемшіл, әр неге күдікпен қарайтын бір пенде пайда болып, ол бергі де белгілі ғасырдың соқпағын шиырлауға мұрсат тапты. Иә, тіршілікке наз айтар шама таппағанда, баз тірліктің базынасын көтеруден басқа мал таппайтының қиын енді. Әй, ит-ай, енді сен де мені мазақ қылайын дедің бе? Мазақ қылғызарым мен саған. Қолыма түссең қолқаңды жұлып алып, итке тастармын. Тоқта деймін. Ей, қатын болмасаң қайырыл. Жайшылықта айналасына кең жанның кенет ашуға мінуі тым қаһарлы екен. Әбекең қайдан қолына түскені белгісіз, ұзындау сырықты ере алдындағы адамды үй айналдыра қуып жүр. Былай қарасаң, ана екінші еркек те осалдан емес. Соғысты өз көзімен көрген, тіпті парашютпен талай мәрте аспаннан секірген, сөйтіп ойламаған жерден жауының дәл желкесінен түсіп, түтеттесін шығарған, қазір аудандағы қара шаңырақ мектепте әскери дайындықтан сабақ беретін Ботабай мұғалім. Киіктің шикіл асығындай шымыр азамат. Қуғыншымен салыстырсаң жастау, бірақ соған қарамастан шалдан безе қашқаны түсініксіздеу еді. Әлде үлкен сыйлағаны екен, әйтеуір қолдаяққа тұрар емес. Жындабеннің аузы сөзден босамайды. Ей, тоқта дедім мен саған, бәрібір ұстап аламын. Қара мұны, бұл да адам болайын деген, Енді маған болмағанды болғандай баянда дейді. Құдай алдында да, адам алдында да қарабет етпекші. Әбен сөзіне ерер деген. Сен бейбәт шығардың, еркек болсаң сәл аял тап, шыбыныңды шырқыратармын бәлем. Шымнан салынған шатырсыз үйді 2-3 айналғанда Әбекең демігіп қалды. Ал Ботабай әлі тың. Ақсақал қойыңыз, босқа шабылмаңыз дейді ендіге тұрып. Менікі жанашырлық, көргеніңізді басқаларда естісін деген ниет қана. Сәкендей арысын ел іздеп жатқанда сіздің үнсіз қалғаныңыз орынсыз, әрине. Бұл тарих қой, тарихты жасыру адамшылыққа жатпайды. От тапсың, ал білгіш болсаң айта қойшы. Сонда адамшылыққа жататын не нәрсе? Отта шыжғырылып, суға шашалу ма? Шыжғырылғанбыз да, шашалғанбыз да. Оның сендірген несі қызық бола қалды, Біле білсеңіз, бізге қызық керек емес, сізге аға, бізге жекжат. Сәкен сияқты бір тұрар өмірінен бір үзік сыр айта салсаңыз неңіз кеткендей. Ана бала сол үшін сонау Алматтан ат сабылтып келді ғой. Келсе қайтейін, келсе қой демейміз. Іздейтін тапсын ақ, бірақ менен аулақ жүрсін, білдің бе? Ол буырқана үйіне кіріп кетті де, есіктің ішкілгегін сықырлатып салып алды. Айқайға жиналған көрші қолаң ештеңенің байыбына бармастан аң-таң. Ботабай мұғалім шығырпыр. Мына кісі адам емес қой.
Астанамыз Алматыдан Сәкеннің өміріне сыр тарту үшін тілші келіп тұр. Соған бір ауыз сөзін айта салса қайтер еді? Жоқ, бұл қан-талқан. Құдды Сәкенді танымайтын, білмейтін біреу сияқты. Ағайын-ау, айтыңыздаршы, осынысы дұрыс па? Жиналғандар жым-жырт. Әбекеңмен тонның ішкі бауындай араласып жүргендер, оның Сәкен төңірегінде сөз қозғалса, әуелегіде тығыла қалатын, сонсын барып көзі бағжаңдай, екі кемсеңдей босап кететінін біледі. Сөйт отырып та ол ағасы туралы жағашпауға, ашуға жоқ адам. Тіпті өмірінде көріп білмеген біреу секілді сұрағаныңды қабылдаудың орнына таңырқай танытатынын қайтерсің. Содан бері арада өтіп кеткен 50 жылдай өмірдің санаға сіңген үрейді баса алмауынан, уақыт шіркін сынаптай сырғыған мен жанға түскен топтың жоғалмағанынан. Ол Сәкен ағасын өзінше сағынады екен. Атпен қырға шығып, ер үстінде қыран құстай қомданып тұрып, Иманақ тауына қарап салатын әні сырлы шақты аңсағаннан әрине. Өйткені Иманақтың бауырында әбеннің ғана емес, Сәкен Сейфуллиннің де балалығы мен жастығы қалды ғой. Ал дүниедегі ең ыстық жер, жастықтың базарын тарқатқан жер екені айтпаса да белгілі. Дегенмен ішкі сезімді сыртқа ақтарып тастауға шамасы жетпегені әбеннің ғана емес, ғасырлар көшінде небір зұлматты бастан кешкен қазақ халқының жалпы трагедиясы болатын. Я, көзі барда жындабен ақсақалдың өз үрейінен арыламай кеткені әмбеге белгілі. Сол үрейдің қазақ даласын әлі кезіп жүргеніне мен күмән келтірмеймін. Әр санада бір үрей. Армысыздар, қадірменді тыңдармандар. Арнама қош келдіңіздер. Аудио ұнаса, пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар.